Қайырлы таң, қалдарыңыз қалай? Мен каша пісіріп жатырмын завтракқа. Өзіме осындай овсяный каша. Дочалар овсянка жемейді. Ертоған екеумізге точнее. И қыздарға сүт ыстық қойдым. Қазір олардан сүтті тағы қоямын қазір. Олар не жейміз деді. Хлопья бар ғой. Готовый завтрак жейміз деді. Сонымен өзіме өйстіп каша пісіріп, қыздарға сүт ыстып жатырмын слайнан. Осы ғой мен осыны қазір жейміз дейді. Сен де қап жүрсің, түрінде ғана қапты. Осыған бір не алып қоймасам, для сыпучих контейнер болады, үлкен контейнер алып қоймасам, насақ қоятын. Қыздар өткен сухой кезінде де алып чипсы сияқты жеп жүреді. Шашып тастайды тергөктің бәріне, шкафтың бәріне. Осынан жейміз дейді. Мен бөпені ұйықтатып келем дегенше екеуі боянып отыр. Мусор тастайды. И дадам обычно мен бала ұйықтатып келгенше екеуі жинап қоятын еді. Екеуі жинамапты. Собеда шашылып жатыр. Енді өзім жинауым керек болып тұр. Сонан бәрін, мынан бәрін. Ертоған деген шашып тастайды. Бұл екеуі жынданып жүріп жинайды. Сосын неге мен жинаймын? Мен неге жинауым керек? Шашқан ертоған деп. Давай бояныңдар, ойнаңдар. Сосын қазір сабаққа дайындаламыз. Ертең сабақ уже. Сендер 2 күн выходной емес, 4 күн дем алдыңдар ғой. Bir gün Кәусар ауырды, bir gün Фатиха ауырды, одан еще суббота, воскресенье бар, в общем, 4 күн дем алдыңдар. Все, хватит дем алғандар. Қаласыңдар ма тағы да? Қалық болмайды, сабаққа барып уже. Дедің ма? Көп боянбаңдар, тырнақтарыңды көп нетпеңдер, шашпаңдар түзін жерге. Бітіпті ғой, косметикаларың бітіп шығыпты ғой, бітіп шығып жатыр ғой. Бітіп кетті. Қол кістеймін жағынан мынандай олазбай. Жарайды. Мен де сөйтіп. Ойыншық жинап тастайын жерге ма? Мен бөпені ұйықтатып тастап, кухня аралдарына келдім. Сіздер де сөйтесіздер ма? Бүгін қыздарға панкейки пісіріп берген келіп тұр. Сосын терезеге қарап тұрмын да, и дала деген прям, аларсаңыздар, қар жауып отыр. Бізде плюсовая температура ол, алдың күн жауған қардың бәрі еріп бычыт болған. Енді жаңа қайттан қар жауып, боран болып тұр. Соны қарап тұрған ғой ертең. Қыздарды қалай алып барам сабаққа, не кигіз алып барам деп тұрғам ғой. Солайынан. Мынан қарасаңыздар, мына бачыт. Далда деген боран болып отыр ғой. Қар жауып, желдетіп. Осындай күшті панкейктер пісіріп жатырмын. Бір рецепт алған едім сонымен. Күшті болып отыр. Қазір қыздар нутелламен жеп алады. Осылайынан панкейки пісіріп алдым. Күшті шығады екен, әдемі шығады екен, жағынадай. Ыстық. Қазір мен шай қойып қойын. Қыздар, шай ішеміз, мен шай қойып жатырмын. Кеттік жүріңдер. Так, жаңағы панкейкаларымды алып алайын. Нутелла. И жаңағы өзім шай ішіп жүрген уже. Нутелланы кеше біздің үйге подружкамыз келген соң, алдында қыздар мынандай жеп жүрген. И подружкамыз келгенде қыздар жақсы көреді деп мынаны алып кетті. О, түрлі не істеп алғансыңдар? Орыстың матрешкалары ұқсап түрлі не істеп алғансыңдар, ше, Фатиха? Неге бетіңді қатты ойып алғансың? Ужас, қара. Кәсәпке ладно, розы, сен көкпің. Отырыңдар, давайте. Атаның үйіне кетіп барамыз. Қақып кіріңдер, қыздар. Давайте. Кіріңдер. Киімдерін, сумкасын, мектеп заттарын бәрін алып алдық. Осы жақтан барамыз сабаққа. Так. Отыра қалыңдар ма?
сумкаларыңды ұстаңдар, аяқтарыңды дұрыстап қағып отырыңдар. В общем, біз таптамашы үйде андай-мындай жұмыс істеп жатқанбыз ғой. И бір отопленияның 1-2 трубасы дұрыс болмай, соны срочно ремонт жасау керек болды да. И мені бала-шағамен қосып атамыздың үйіне папамыз апарып жатыр қазір. Кісі үйде, сосын өзі ремонт жасай береді. В общем, солай достар. Осы жерден видеомды аяқтайын. Бізге тіркелмегендер болса тіркеліп лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар.